Assalomu alaykum do'stlar. Mening atim Aya. Dal o'sha videodan boshlab, dal o'sha satdan boshlab sizlarga foydali videolar, ya'ni o'z umrimdan uzildi-kesildi vloglar, ol vloglarning, ya'ni өмірімде болып жатқан пайдалы кезеңдер, мотивационный кездерді sizlarga ұсынып тағайындап отыратын боламын. Яғни өзіме мен қазір сондай мақсат қойдым және сол мақсатты мен орындауға талпынудамын. Яғни бір қадам болса да мен қазір жасап сіздерге оны ұсынып отырмын. Және де достар, сіздерге қысқада айтқым келгені, қысқада нұсқа айтайын. Уақытты, бұл өмірде ең бірінші уақытты қадірлей біліңіздер. Яғни бұл өмірде уақыт өте қымбат нәрсе, оның каждый бір секунды сіз үшін өте қажет нәрсе. Оны тек қана пайдасына жұмсап, тек қана жақсылығына асырып отыруымыз керек. Және мен де соны ойлай отырып, сіздерге мен осы YouTube жобасында өз өміріммен сіздерге бөліскім келіп отыр. Яғни дәл қазір емес, тек осы видеода емес, алдағы видеода тек қана пайдалы видеоларда көрсететін боламыз. Қазірде сіздерге өте бір керемет видео тағайындап отырмын. Оны қазір өзімде білмеймін, бірақ соны жасауға мен тырысатын боламын. Иншалла, кеттік. Я жігіттер, жана алда не болатынын мен өзімді білмеймін дедім. Яғни ол тек бір Аллаға мәлім ғой. Бірақ мен өзім солай план қойдым және сол планға қарай қазір мына қадамдарды жасап келе жатырмын. Яғни сіздерге айтатыным, тек планмен жұмыс істеңіздер. План қойыңыздар. Бір күнге план қойыңыздар, и потом соны іске асырыңыздар. Және ол істеген план қойып, соны істеген болсаңыз, оған ешқандай өкінбейсіз. Ал егер без плана просто так қай жерге барарыңызды білмесеңіз де, әркімді еріп жүре берсеңіз де, онда уақыттың бұл зая кетуі. Сондықтан сіздерге айтарым, тек планмен жұмыс істеңіздер. Қазір мен супермаркетке баратырмын, мен өзіме пайдалы и жаңағындай керемет өзіме пайдалы и жеміс-жидектер алам. Жаңағындай спортқа қатысты, денеге қатысты өзім, яғни формамды сақтап и формамды шығарып алып. В общем, көресіздер. Бум. Мега. Мына жақта кітаптарды қараңыздар. Нақты полный мотивационный, ең өмірге қажетті олы адамдардың өмірбаяндары и жаңағындай советтері, берген кеңестері. Мынаны оқысаңыздар, сізден обязательно естіп шығады. Это жесткий смелый. Вот продавец обуви Feel Night деген, оны танысаңыздар, Nike деген компания бар. Бәрі біледі. Feel Night деген бұл. Оқымаған, бірақ бүкіл айтады осы Feel Night-тың өмірбаяны жестко, прям ощущение береді дейді чувство. Кітап оқуды негізі әдетке айналдыру керек. Міне, мен жаңа таппай жатқан кітабым. Иди туда, где страшно. Именно там ты обретешь силу. Саған қай жерде қорқынышты, сонда бар дейді. Сол жақта сен, именно сол жақта сен сондай бір күшке ие боласың дейді. Осыны алып оқып көру керек қазір. Нақты енді өзім қызып тұр, бүкіл оқығым келіп, өмір. Мынаның бәрін оқып тұруға бүкіл өмірім кетсе, өкінбеймін. Will Smith-тің өмірбаяны нақты полный кітабы. Барлығы ұлы тұлғалар негізі. Мына жерде орындықтар соға барып оқиды. Бүгін мейрам негізі, адамдар көңілді. Мына жерде адам аз тұрады. Бүгін мейрам 8 март.
Мен мына кітап жаңағы жарты сағат оқып біттім, яғни бірінші автордың сөздерін бәрін оқып біттім. Яғни мына жерде 10 ереже дейді өзінің ішіндегі, яғни андай ішінде болады же барьер, қазақша қалай айтуға болады, мысалы ішінде мысалы жабық нәрселерді, яғни жауып тұрған сондай барьерлерді қалай ашуға, яғни қалай жеңуге болатынын айтқан. Яғни айтып тұр автор, яғни жаңағыдай бүкіл адам негізінде бір іске қатты шын мәнінде кіріссе, оны міндетті түрде соған қол жеткізеді дейді. Бұйырса енді толықтай оқитын боламын, мен сатып алып ше, сіздерге кейін не түсінгенін бәрін сіздерге айтатын боламын. Сіздер де сатып алып оқысаңыздар болады. Тағы да бір машина. Овсянка. Потом борсут. Капуста, салат. Просто бомба, друзья. Барлығы жұмыстан айтып жатыр. Адамға тым көп. Бум. Міне достар, үйге де жеттік. Және де үйге келгеннен кейін біраз тірліктерді істеп ұстадым. Жаңағы қалай нан деп тұрған болсаңыздар, в общем, жаңа алған банан, творог, сүт және овсянка, сосын мына жаңа не бар ғой, арахис, жержаңғақ, соны қостым и араластырып мынадай протеин, яғни масса қосатын осындай жасап шығардым. Негізінде блендердің көмегімен бұл өте күшті кететін еді. Негізі блендер пока что болмай тұр енді. Енді пока что осындай қасықтың көмегіне жүгіндік. Жоқ, қасық емес, но вилкамен істедім. Негізі вилкадан гөрі блендер болса, блендермен вообще күшті кетеді. Жалда уақытта ол болады. Мынау енді достар, массаның көкесін береді. Мынаны жеп болғаннан кейін кәдімгідей бір күш пайда болады ғой денеде. Сонымен тренировка жасап, потом 7-8 сағат ұйықтасаңыздар, сол кезде таза метаболизм болады. Сенше іске кірсек. Бисмилlah. Every day that I wake up in a nightmare. Every day that I wake up, I can never see quite clear. When I look at my surroundings, and everybody still doubts me, I wanna live to hear a crowd sing all my lyrics so loudly. I miss a time when we would all get together. I guess it's fine, but I really wish that we were better. Real talk, sipping drinks without all the pressure. Now everybody needs to think about posting whatever. When people ask how I'm doing, I've never been better. That's really not a conversation I'm willing to enter. How come we all continue forcing out all of this pressure? I'm just sick of these opinions and all of these lectures. I need my space now so I can feel nothing. I live this nightmare so I can be something. I do what I love and hope you will love me. I face this nightmare, no I am not running. I'm scared of being rich. Сонымен достар, бұл видео біткен жоқ. Бізге әлі алдағы минуттарда, яғни қазір біз ұйықтаймыз, азанғы сағат 6-да тұрып, тағы да тренировка жасаймыз. Бұл жолы крутқа және бицепске и спинаға емес, азанда тұрамыз, таңғы пробег болады, и потом жаңа пресске жасаймыз. Бұл сонымен бізде өте керемет метаболизм шығып тұр достар. Мен қазір сағат 12-де ұйықтаймын. Қазір тренировканы 1 сағат жасадым. Негізі сіздерге жаңа просто үзілді кесілді көрсеттім. Енді бұйырса, Алла қаласа, азанда тұрып пресс и жүгіретін боламыз. Сонымен қоштаспаймыз әлі достар. Алдағы минутта кеттік. Все достар, біз қазір азан сағат, негізі қазір мен 6-да тұрдым, и қазір сағат біршама уақыт өтті оянғаныма.
бет қолымды жуудым, ары бері намаз оқыдым. И қазір далаға жүгіруге шығамыз. Жоқ, бірінші қазір приседание жасаймыз, и потом жүгіруге шығамыз. И потом дальше жұмысқа кетем, сонымен видео аяқталады. Кеттік ендеше. I'm scared of being rich, but I'm scared of being poor. I'm scared of being lonely, but I'm scared of being bored. Sometimes I get really angry, and I don't know why. Sometimes I really do hate me, can't even pick my own side, yeah. What is even going on? Why the hell do I even write songs? What the hell am I doing here, man? I guess I don't understand a thing, damn. Yeah, but maybe ignorance is bliss. Yo, I'd rather lay in the abyss than be aware of what I missed, especially if I quit. Yeah, they say that hell is your last day, when you see what you could have became. That day would drive me insane, so I intend on staying in my lane. Yeah, I picked a path and I picked the pain. Yeah, I wanted that. Все, это, достар, таңғы бек, в общем, таңғы жүгіру. Уже біраз жер жүгіріп тастадым. Алла қаласа үйге қайтам, и потом жұмыс киімдерімді алып жұмысқа кетемін. В общем, негізі нормально өтіп жатыр. Азанғы күнің жүгіріп өтсе, негізі бар ғой, кешке дейін прям андай бодрый и позитивно жүретін боласың. Әрті беседка бар екен, достар. Үш жерде отыра тұрайын. Бұл әлі бастамасы, достар. Бұл әлі бастамасы. Алла қаласа, болашағымызға қалай қадамдар бар. Сіздер де сол болашаққа қарай қадам жасап бастаңыздар. Яғни бірге барсақ, иншалла бәрі жақсы болады. Сонымен, достар, осымен видеом аяқталды. Әлі алда талай керемет видеолар күтіп тұр. Бұйырса, өмірлер, жақсы өмірлер, сондай пайдалы күндер күтіп тұр. Соған бірге атсалсайық, достар. Құр босқа үйде жата бермей, сотмен видеолар қарап отыра бермей, бізде өздеріңізге де іске асырыңыздар. Сол кезде бір нәтижесін болады. Все, достар. Осымен видео бітті. Кеше күнімде, бүгін күнімде керемет өтейін деп тұр, енді Алла қаласа. Все, давайте, сәттілік бәрі. My space now, so I can feel nothing. I live this nightmare, so I can be something. I do what